Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қарағанды облысына жұртшылығымен кездесу барысында Қазақстанның көк түсті паспорты ұлттық бірегейлігіміздің символы болуы керек екенін айтты. Қазақстан Республикасының көк паспорты біздің ұлттық бірегейлігіміздің қарапайым, бірақ басты көрсеткіші болуы керек екеніне сенімдімін. Бұл құжат біздің мемлекеттігіміздің тірегіне айналған озық қағидаттарының нышаны. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты іргелі құндылықтарды білдіреді. Соның арқасында біздің еліміз бүкіл әлемге этносаралық және дінаралық толеранттылықтың жарқын үлгісі ретінде танымал болды. Қазақстан паспорты әділдіктің және ұлттың болашаққа ұмтылысының символы, дейді Тоқаев. Президент көк паспорты бүкіл әлем танитын және құрметтейтінін атап өтті. Шет мемлекеттердің визаларын беруді қоса алғанда шетелде қазақстандық паспортқа қатысты қандай да бір шектеулер жоқ. Бұл әділетті Қазақстанды құруға бағытталған еліміздің теңгерімді әрі жауапты сыртқы саяси бағдары және ішкі саясаттың тікелей нәтижесі, дейді президент.